Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТV. Бүгін біз өте оңай, қолжетімді әрі дәмді икра әзірлейтін боламыз. Ол үшін бар болғаны 500 грамм қызылша және 400 грамм сәбізіңіз болса болғаны. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Барлық қажетті заттарды видеоның астына қалдырамын. Арнамыздан алыстамай, видеоның соңына дейін көріңіз. Икрамызды әзірлеуге кірісейік. Ең алдымен қызылшаны суға бұқтырып пісіріп аламыз. Тазаланған сәбізді ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп турап алдым. Суға піскен қызылшаны тазалап, оны да ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп турап алдым. Егерде ет тартқышыңыз жоқ болса, үккіштен, яғни теркадан өткізуіңізге болады. Майдалағыш блендермен жасасаңыз да өз еркіңізде. Пиязды ұсақтап турап аламыз. Қысқыға банка жауып үлгермеген болсаңыз, міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Бұл рецепттің ерекшелігі артық еш нәрсені қажет етпейді, қолжетімді, өте оңай және өте дәмді болып шығады. Сарымсақты да ұсақтап турап аламыз. Қалауыңыз бойынша сарымсақты майдалайтыннан өткізсеңіз де, өккіштен немесе ет тартқыштан өткізсеңіз де болады. Қызылшаны ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді бөлек ыдысқа сәбізді де ет тартқыштан өткіземіз. Табаны қалыңырақ кастрюльге не қазанға өсімдік майын құямыз. Қызып тұрған майға пияз бен сарымсағымызды қуырып аламыз. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыз. Видео ұнаса арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Пиязымыз біраз сарғайып қуырылған уақытта үстінен сәбізімізді саламыз. Барлығын дұрыстап бір араластырып, 1-2 минут қуырып аламыз. Енді үстінен 1 стақан су құйып, сәбізіміз жұмсарғанша бұқтырып аламыз. Орташа отта бұқтырыңыз, түбі жабысып қалмасы үшін арасында араластырып тұруды ұмытпаңыз. 15-20 минуттай уақыт өтті, менің сәбізім жұмсарды. Енді үстіне дайындап қойған қызылшамызды, дәмдеуіштерін саламыз. Мен дәмдеуіштеріне жарты ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, дәміне қарай қара бұрыш, қалампыр 3-4 тал, 4-5 тал қара бұрыш домалақ салып, барлығын дұрыстап араластырып алдым. Сіздерге кеңесім, қантын, тұзын бас кезінде азырақ салып, дәмін көріп, дәміне қарай артынан реттеп көбірек салып алсаңыз болады. Барлығын дұрыс араластырып, тағы да 2 минут бұқтырып алдым. Біздің қызылша мен сәбізден жасаған икрамыз дайын. Енді ыстық күйінде стерилденген банкаларға салып аламыз. Банкаларыңызды төңкеріп, бір түнге қойып қойыңыз. Салқындаған соң салқын жерге немесе тоңазытқышқа сақтаңыз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді рецепттердің бірі. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.